Достық үйінде Аманат партиясының хатшысы Шолпан Каринованың қатысуымен әйелдер активі өткізілді. Оның барысында саяси ұйым жанынан әйелдер қанатын құру туралы ұсыныс айтылып, көпшіліктің қолдауын тапты. Тақырыпты тілші толықтырады. Аманат партиясы әлеуметтік әділеттілікті және барлық азаматтар үшін тең мүмкіндіктер жасауды жақтайды. Қазақстандағы әйелдер көшбасшылығын дамытуды белсенді түрде қолдайды. Жайық өңірінің бірқатар нәзік жандыларының басын қосқан салтанатты жиында облыс бойынша әйел азаматтарының атқарып жатқан міндеттері, жеткен жетістіктері сөз болды. Негізгі саяси күш бұл Аманат партиясы, барлық билік институттарының, соның ішінде заң шығарушы және атқарушы органдардың негізін құрайтын және соны негізгі шешім қабылдайтын лауазымды тұлғаларды сайлайтын да осы партия. Сондықтан да Аманат партиясының әйелдер мәселесіне бет бұруы әрине ол өте орынды. Облыс көлеміндегі 692 мың халықтың 51%-ын әйелдер құрайды. Одан өзге облыс бойынша 58.474 шағын және орта кәсіпкерлік субъекттері болса, оның 51%-ына басшылық жасап жатқан осы нәзік жандылар. Өңірде 17 мың әйел Аманат партиясының мүшесі. Бұл дегеніміз қоғамның алға жылжуы, елдің дамуы тікелей әйелге байланысты дегенді білдіреді. Қазіргі күні біз саяси көшбасшылықты дамытуда ең бастапқы кезеңінде парламенттегі мәжілістегі әйелдер қанаты осы Аманат фракциясының әйелдері бүгінгі күні облыстық депутаттармен, аудандық депутаттармен бірігіп, әрбір біздің еліміздегі түкпір-түкпірдегі ауылды елді мекендердегі болып жатқан мәселелер болса, оларды көтеріп шешу деңгейіне шығару, жетіп жатқан жетістіктер болса, оларды да атап, осы жетістіктерді көрсету, сөйтіп осы мәселені түгел саяси шешім қабылдау деңгейіне жеткізу бойынша жұмыстарды бастайтын боламыз. Әр қазақ әйелінің қоғамдағы мәртебесін көтеруде партия жанынан құрылған әйелдер қанатының маңызы зор. Ендеше халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаттарын басшылыққа ала отырып және мемлекет басшысы айтқан адал азамат тұжырымдамасы аясында ұсыныстар негізге алынды. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру бағытында Аманат партиясы жанынан әйелдер қанаты құрылды. Облыс бойынша әйелдер қанатының төрағасы болып, Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Ғауқар Шахиниязова тағайындалды. Бүгінгі басқосудың негізгі мақсаты бұл әйелдер қанатының мақсат міндеттерін, оның толық біздің партия мүшелеріне, аманаттық қыз-келіншектерге түсіндіріп беру. Шара барысында жан-жақты тақырыптар көтеріліп, бірқатар ұтымды ойлар айтылып. Ұлықпан елеу Әділбек Исақов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық, Ақпарат.